Баршаңызға сәлем. Менде бүгін молочная девочка торты. Бұл ең оңай әрі тез дайындалатын торттардың бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Келесі сгущенкамызды қосып миксерлейміз. Ұнымызды қосып араластырамыз. Қамырымыз осындай созылмалы болу керек. Енді менде пергамент қағазын кесіп дайындап қойғам. Осындай без формаға қамырымызды жағып шығамыз. Келесі торттың кремін дайындаймын. Сливки мен сахарный пудраны араластырып, ең оңай кремді жасаймыз. Келесі тортымызды жинаймыз. Тортымыз дайын болды. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Рахмет.